Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге үй жағдайында бар құрамдармен және миксерсіз жасалатын бисквиттің жолымен таныстырамын. Ол үшін каналға тіркеліп, лайкты басып, комментарийға өз ойларыңызды жазуларыңызды сұраймын. Бізге керекті заттар алдымен ұн, 3 жұмыртқа, шимекі май, ас содасы және қант, сүт қажет. Мен барлығын описаниенің астына жазып қоямын. Және таза ыдыспен бізге шанышқы немесе осындай венчиктер керек болады. 3 жұмыртқамызды ыдысымызға салып, оны жақсылап венчикпен көпіргенше немесе шанышқымен көпіргенше араластырамыз. Барлығын біркелкі қаттылау етіп соғып араластырасыздар. Осылай етіп көпіру керек. Көпіргеннен кейін үстіне біркелкі етіп сахардың барлығын салып жібереміз. Қантымызды осылай саламыз. Одан кейін тағы да біркелкі етіп масса жасап, барлығын осы қантымыз езілу керек. Осы қант езілгенше жұмыртқамен шайқай бересіздер. Осы қантымыз біркелкі болып езіліп шығу керек. Бізде сонда аппақ көпіршік болып осылай етіп көпіреді. Достар, мінекей қантымыз езілген кезде мына жұмыртқамыз қоюланып, қою массы болып шығады. Біздің массымыз осыған жету керек. Содан кейін үстіне сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне шимекі майымызды құямыз. Барлығын біркелкі, венчигімізді үзбей, қолымыздан барлығын біркелкі араластырып тұрамыз. Мөлшерінің барлығын описаниенің астына жазып қойдым. Содан қарап алсаңыздар болады. Мінекей барлығын біркелкі араластырып аламыз. Енді үстіне ас содасын саламыз. Осылай біркелкі етіп шашыраңқы етіп, оны да жақсылап соғып араластырып аласыздар достар. Біркелкі ас содасы барлық жеріне тарайтындай, бір жерге үйіліп жиналып қалмайтындай етіп, барлығын араластырып аласыздар. Одан кейін електен өткізілген ұнды 2 бөлікке немесе 3 бөлікке қоса отырып, массамызды осылай асықпай былғап, сұйық кішкене қою болатындай, қоймалжың болатындай масты шығарамыз. Ешқандай іртік қалмау керек. Жан-жағын мұқият барлығын араластырасыздар. Одан кейін міне 3 бөлікке бөліп мен салдым. Сонда бізде осыдан да қоюлау болып шығу керек қазір. Мінекей достар, мына осындай қою болып шықты. Осындай масса болып шығу керек. Енді бұны дайын ыдысымызға, табамызға, яғни құйып шығамыз. Мінекей. Менде жабыспайтын таба. Егер сіздердің табаларыңыз жабысатын болса, онда астын майлап жіберуге болады. 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минут 25 минут көлемінде пісіріп аламыз. Үстін әртүрлі сәндеулеріңізге болады, болмаса тек печенье мен үгіте салуыңызға болады, немесе шоколад себуіңізге болады. Ол өзіңізге байланысты. 180 градуста 30-35 минут немесе 25 минут пісіріп аласыздар. Әркімнің пеші әртүрлі. Бізде міне өте керемет, бетіне дейін көтерілген үлкен бисквит болып шықты. Иісі деген өте керемет. Ванилин қосуға да болады, ішіне қоспасаңыз да болады. Мінекей қыздар дайын. Рецепт қажет болса сақтап алыңыздар. Және каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Өте керемет қыздар. Асығыс қонағыңыз келіп қалғанда дайындай салатын ең оңай бисквит түрі. Тіпті үйіңізде еш нәрсе болмаса да 3 жұмыртқамен дайындай саласыздар. Сондықтан жасап көріңіздер, комментарийға өз ойларыңызды жазыңыздар. Әлі де көптеген рецепттер болады достар. Каналға тіркелуді достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар.